Так, саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгін 9 сынып алгебрасының 23-те 11 есебін қарастырамыз. Бұл деген бізде келтіру формулаларына арналған есептер, В тобының жаттығулары. Бізде бұл есептерді шығару үшін бізде не дейді? Өрнектің мәнін табу керек дейді. Яғни бізде белгілі бір сан шығу керек. Бізде бірінші қарастырамыз мына жұптақ тригонометриялық функциялардың жұптақтылығына қатысты қалай шығатынында, және міндетті түрде мына келтіру формулаларын қараймыз. Осы кестені пайдаланамыз, және мына негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктер деген осы кестені қараймыз. Бұл бізде алгебрасының оқулығының ең бірінші беті. Қарайық. Синус минус 135 градусты біз қалай жазсақ болады? Синус минус альфа дегеніміз бізде минус синус альфаға тең екен, яғни минусты жақшаның сыртына шығарып аламыз. Сонда бізде жазамыз минус синус 135 градус көбейтілген косинус 390 градус көбейтілген тангенс 405 градус көбейтілген. Ал мына котангенс минус альфа дегеніміз қарасақ бізде минус котангенс альфаға тең екен, жазамыз. Жақшаға аламыз да минус котангенс 330 градус деп. Енді біз мына бізде қарайық, міне минус пен минусымыз көбейтіліп плюс болып кетеді. Демек бізде теріс таңба емес, оң таңбамен шығайын деп тұр. Қазір теңдік. Енді қарайық. 135 дегеніміз бізде үлкен градус, соны қалай келтіреміз? Келтіру формуласында біз 90-ға, 180-ге, 270-ге немесе 360-ға келтіреміз. Бізде мынаған жуық мән қарайық, 90-ға келтірсек болады. 90 плюс 45 деп алсақ болады. Яғни жазамыз синус жақшаның ішінде 90 плюс 45 градус. 90-ға 45 қоссақ 135 шығады. Косинус жазайық. Косинус 390 дегеніміз бізде 360 қосу 30 ғой. 360-ты 30-ға қоссақ 390 шығады. Тангенс дегеніміз не бізде 360 қосу 45 градус, көбейтілген. Ал котангенс дегеніміз 330 дегеніміз бізде 360-тан аламыз 30 деген сөз. Сонда 330 шығады. Енді бізде келтіру формуласына келтір. Бірінші қараймыз, синус 90 плюс альфаны қараймыз. Синус 90 плюс альфа ол косинус альфаға айналады екен. Яғни жазамыз косинус альфаның орнында бізде не тұр? 45 градус тұр. 45 деп жазамыз. Көбейтілген косинус 360 плюс альфа неге тең? Қараймыз кестені. 360 плюс альфа косинуста косинусқа тең екен, міне теңестіреміз. Сонда бізде шығады косинус альфаның орнында бізде 30 градус тұр. Тангенс 360 плюс альфа неге тең екен, қарайық. Тангенс 360 плюс альфа бізде тангенс альфаға тең екен. Яғни жазамыз тангенс бізде альфаның орнында 45 градус тұр. Көбейтілген котангенсті қарайық. Котангенс 360 минус альфада минус котангенс альфаға тең екен. Яғни жақшаға аламыз да минус котангенс альфа дегеніміз 30 градус тең болады. Енді қарайық, косинус 45 градус. Негізгі кестені сіздер жатқа білулерің керек. Біз бірақ жаттамасаңдар осы кестемен пайдаланайық. Косинус бізде 2-ден түбірас 2-ге тең 45 градуста. Көбейтілген косинус 30-ды қарайық қайтадан. Косинус 30-ды қайдан қараймыз? 2-ден түбірасты 3-ге тең екен. 2-ден түбірасты 3-ге тең көбейтілген. Мына минусты біздің алдына жіберейік. Минус деп. Тангенс 45-ті қарайық. Тангенс 45-те бізге неге тең? 1-ге тең екен. 1 деп жазамыз көбейтілген. Котангенс 30 дегенді қарайық. Котангенс 30 градуста бізде түбірасты 3-ге тең екен. Енді не істейміз? Минусымызды жазып қоямыз. Бізде қысқаратын ештеме жоқ, бөлімінде бізде 4 шығады, 2-ге 2 көбейткенде. Алымында түбірасты 2-ге түбірасты 3-те көбейтсек бізде былай істейік. Түбірасты 3-ке түбірасты 3-те көбейтейік. Түбір асты 3 пен түбірасты 3-те көбейтсек, бізде түбір жойып кетіп 3 шығады. 1-ге көбейтсек сірә сол 3-тің өзі шығады, яғни бізде 3 түбірасты 2 шығады. Келесі екіншісі синус минус 225 градус көбейту, косинус минус 480 градус көбейту, котангенс минус 420 градус көбейту, тангенс 300 градусты өздеріңіз формулаларға, кестелерге қарап отырыңыздар. Мен сіздерге көрсетпей қоя қояйын. Синус минус 225 дегеніміз бізде шығады минус синус 225 градус
және көбейтілген косинус минус альфамен де косинус альфамен шығады. Косинус 480 градус. Котангенс минусымыз бізде минус котангенс 420 болып шығады. Тангенстіміздің өзін жазып қоямыз. Так, енді бізде мына жақта минус пен минусымыз көбейтіліп, плюсты береді. Синусты келтіріп алайық. Синус 225-ті біз жаза аламыз 180 қосылған 45 градус деп. 480 градусты біз жаза аламыз косинус 360 қосылған 120 градус деп. Котангенсті жаза аламыз біз 360 градус қосылған 60 градус деп. Ал тангенсті жаза аламыз 360 минус 30 деп. Сонда бізде 180 плюс альфа синуста бізде береді минус синус альфаны, яғни минус синус 45 градус екен. Ал косинус 360 плюс альфада бізде береді косинус альфаны, косинус 120 градус. Котангенс 360 плюс альфада бізде береді котангенсті, котангенс 60 градус көбейтілген. Тангенс 360 минус альфа бізде береді минус тангенс альфа минус тангенс 30 градус. Енді мәндерін қарайық. Минус пен минус бізде плюс береді. Синус 45-те бізде 2-ден түпірасты 2-ге тең. Косинус 120-да осыны да келтіріп алсақ болады, бірақ мұндан бірден мәнін пайдалансақ болады. Міне қарайық. Минус 2-ден 1-ге тең екен. Косинус 120-да. Котангенс 60-ымыз бізде 3-ден түпірасты 3-ге тең. Ал тангенс 30 градус бізде 3-ден түпірасты 3-ге теңді. Енді істейміз, қарайық, бізде бір ғана минус тұр, алдына шыға жібереге минус. Так, қысқартулар бар ма, қарайық. Бізде түпірасты 3 пен түпірасты 3-ті көбейтсек, бізде 3 шығады, яғни мынаяқтағы алымы мен бөліміндегі бір 3-ті қысқартып жіберсек болады. Бөлімінде не бар бізде? 2-ні 2-ге көбейтем 4, оны 3-ге көбейтем 12, және алымында бізде қалды тек қана түпірасты 2.